Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 18 сабақ 39 бетте балалар 18 сабақ мазмұндама жазамыз. Мазмұндама дегеніміз балалар бұл бір немесе бірнеше мәтіннің негізгі ойларын, ақпараттарын қысқаша әрі нақты түрде баяндау. Мазмұндама жазу барысында автор мәтініндегі маңызды мәліметтерді бөліп, оларды өз сөздерімен қайта жеткізеді. Мазмұндама дегеніміз, яғни балалар, мазмұндамада біз қандай ой түйдік, соны ауызша немесе жазбаша түрде айтып жеткізу. Ал енді балалар, біз қыс туралы мазмұндама жазамыз. Қыс жылдың ең керемет мезгілдерінің бірі. Бұл уақытта табиғаттың сұлулығы ерекше, жердің беті аппақ қармен жабылады. Ағаштар мен бұталар да қардан бүркеніп, таңғажайып көрініс табады. Қыста күннің жарығы аз, бірақ оның сұлулығы мен тыныштығы өз алдына бір әлем. Адамдар қысқы спорттармен айналысып, шаңғы тебеді, конькимен сырғанайды. Балалар қардан қар кешендерін салады. Ал енді балалар, осы мазмұндамадан түсінгеніміз бойынша жоспар құрамыз. Бірінші кіріспе: қыс мезгілінің сипаттамасы. Қыстың табиғаттағы ерекшеліктері. Екінші, табиғат: қардың жамылғысы және оның сұлулығы. Ағаштар мен өсімдіктердің қысқа бейнесі. Үшінші, адамдардың іс-әрекеттері. Қысқы спорт түрлері: шаңғы, коньки, лыжалар. Балалардың қардағы ойындары: қардан үйшік жасау. Осылайша балалар жоспарын, мазмұндаманы жазып аламыз. Мазмұндама сіздерге түсінікті болды ма балалар? Мазмұндама яғни қыс мезгілі туралы айтылған. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнаса достарымызға таратып, видеоға лайк басып, тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Подписация кнопкасын басып, тіркеліп аламыз балалар. Келесі көріскенше сау болыңдар балалар.